Кейде ойлап қалам, біз болашаққа ұмтыламыз, бірақ нәпсілеріміз өткеннен босай алмай жүреді. Көз арманға, ал жүрек әлсіздікке байланғандай. Болашақ ол тек мамандық емес, ол мен қандай адам болғым келеді деген сұрақтың жауабы. Ал мен ондай адам болу үшін өз нәпсімді жеңуім керек. Нәпсі ол тек жай қалаулар емес, ол сені дұғаларынан алыстататын әрбір сәт. Ол түнде жылағың келіп тұрып экранға қарап жататын уақыт. Ол ертең бастаймын деп өз-өзіңді алдау. Бірақ Алла тағала бізді әлсіз етіп жаратпады. Ол бізге таңдау берді. Жеңілу де, көтерілу де өз қолымызда. Болашақ тек біліммен емес, жүрек тазалығымен бару керек. Себебі диплом сені адам етпейді. Таза ниетпен жеңіс нәпсісі ғана нағыз адамдардың бейнесі. Мен болашақта кім боламын? Бәлкім жай ғана сабырлы, ақылды, Алла разылығын іздейтін бір мұсылман. Бірақ мен сол жолда болсам, соның өзі үлкен жеңіс.